Егер қарым-қатынас уақытқа, ал уақыт қарым-қатынасқа тепе-тең болса, онда балаларыңызбен уақыт өткізгенде шығармашылық танытыңыздар. Сөйлесуге тартатын ерекше жағдай, атмосфера жасаңыздар. Қазір мен өзім істеп көрген бірнеше ойлармен бөлсем, бірақ естеріңізде болсын, осының бәрін ойластырғанда мен жеткілікті шығармашыл болмадым. Бұл ойларды басқа адамдардың ойларынан ұрлап алдым. Мен басқа әкелердің істегендерін бақыладым. Балаларыммен қарым-қатынасыма септігін тигізеді ау дегеннің бәрін оқып шықтым. Мысалы, сіздің істей алатын бір нәрсеңіз мынадай: ұлыңызбен не қызыңызбен екі қап төсек алып, бүгін аулада ұйықтайық деген ұсыныс жасаңыз. Егер сіз солай істесеңіз, және өзіңізбен бірге не iPod, не ұялы телефон, не осы іспетті кез келген құрылғын алмасаңыз, үйіңіздің ауласында сіздің ешқашан түсіңізге кірмеген әңгіме дүкен болары сөзсіз. Тағы бір вариант. Мұны мен өзім істедім, және осы жайында бұрында айтқан едім. Бізге сыйлыққа спа джакузи сыйға тартты. Оны ұйықтайтын бөлмемізге қаншама тер төгіп әйтеуір орнаттық. Сөйтіп бір түні мен былай дедім: осы джакузимен қызықты бір нәрсе ойлап табу керек. Содан кейін балалар джакузиге түсуге дайын болыңдар, ал мен қазір келем дедім де ас үйге қарай асыға жөнелдім. Попкорн дайындауға кірісіп кеттім. Әйелім: не істеп жатырсың деп сұрады. Мен оған: бүгін біз джакузиде жатып попкорн жейміз дедім. Олай істеуге болмайды ғой. Неге болмасқа? Қалай десем екен, ешкім ешқашан: олай болса неге бізге істемеске? Сөйтіп мен үлкен темір табаққа попкорн толтырып, джакузиің болған қандай рахат. Үлкен темір табаққа попкорнды толтырып, табақты су бұрқылдайтын жерге қойып қойдым. Ал ол шыр айналып тұрды. Осылай біз отбасымызбен судың ішінде жатып попкорн жеп әңгіме дүкен құрып сөйлестік. Тағы бір идея. Балаңызды мектептен алып қашқан бедіңіз? Мен қалжыңдап отырғам жоқ. Үзіліске шығардан кішкене ертерек барып, мұғалімдермен алдын ала келісіп алып, балаңызды сынып бөлмесінен алып кетіңіз де, оларға ұнайтын бір ерекше нәрселерді істеңіз. Балаңыздың мектептен соңғы сабақтан алып қашсаңыз да болады. Кез келген мұғалім баланың әкесімен өткізген бір сағаты, сынып бөлмесінде өткізген бір сағаттан әлдеқайда жақсырақ екенін біледі. Бірақ оған ұнайтын нәрсемен айналсыңыз. Әйтпесе маған бір әке келіп, сіздің кеңесіңіз жұмыс істемеді деп айтты. Қандай? Бірге бір нәрсемен айналысу. Мен жұмыс істегенде қандай дедім? Жоқ, түкте шықпады. Мен оған мысал келтіріңізші деп сұрадым. Ол: біз гольф ойнауға бардық, сұмдық болды. Біз тоқтаусыз дауластық, ал ол үнемі қыңқылдай берді. Мен дедім. Мен: сіздің ұлыңыз гольф ойнағанды ұнатады ма деп сұрадым. Ол: жоқ деп жауап берді. Мен: ал оған не ұнайды деп сұрадым. Ештеңе ұнатпайды, есіл-дерті баскетбол деді. Мен: сіз неге онымен баскетбол ойнамадыңыз деп сұрадым. Білесіз бе, оның не деп жауап бергенін? Маған баскетбол ұнамайды. Баламен өзіңізге ұнайтын нәрсемен айналыспаңыз. Балаңыздың әлеміне еніп, оларға ұнайтын нәрселерді істеңіз. Сол кезде ғана жақын қарым-қатынас орнайды. Балаларыңызбен уақыт өткізгенде ерекше бір нәрсені жасаңыз.